Заң орындарынан оп-оңай босып шыққаныңа қарағанда, сен барлығын ойынластырып қойғансың дегенде, біздің серіктестігіміз бен жоспарларымыз мінсіз дейді. Сол жоспарларды іске асыруын ойласам кішкене уайымдаймын дейді. Екеуі бір ай алдын танысқан екен. Тұрғыттың адамдары Белгенді алып кетіп, қол-аяғын байлап қараңғы жерде ұстайды. Тұрғыт келіп, кешіріңіз, менің атым Тұрғыт ақын, сізбен танысқаныма қуаныштымын дейді. Менімен серіктес болуға қалай қарайсыз дейді. Яғни сіз бай әрі бақуатты әйелге айналасыз, ешкімнің жұмысын жасамайсыз, барлығы сізге жұмыс жасайды дейді. Мырза сияқты биікте отырасыз деп. Ал Белген болса бұл келісімді қабыл алып, екеуі серіктес болады. Екеуінің құрған жоспары бойынша Наил аға Назиф қараны ұрлап әкетуі керек еді. Бұл жерде Белгеннің атқарған рөлі өте үлкен. Өйткені ол Наил ағаға барып, Сейіс пен Жүсіпті жамандап, олар жайдан-жай қарап отыр, сізге еш көмегі тимейді дейді. Барлығы кетіп қалды, өзінің жұмыстары нормальный жүріп жатыр. Ал сіз болса Сарыдың машиналарынан айырылып қалдыңыз және көптеген арақ-шараптарыңыздан көптеген казинолар бас тартып, Махирдің шараптарын алып жатыр дейді. Егер де Махирдің әкесін ұрлап кетер болсаңыз, егер оның әкесі өлсе, Махирдің сағы сынады дейді. Сөйтіп Махирді оңай жеңе аласыз. Сөйтесте қарақшылар әлемінің ең басында отырасыз. Барлығы сізді құрметтейтін болады деген сөздерге Наил иланып қалады. Тұрғыт Белгенге қарап, сен итті итке айдап салдың дейді. Сөйтіп Белген айтады, солай болғанымен бұл істің ең соңында Наил аға жеңіс табатынын сен де білесің дейді. Ердал аға Назиф әкеге келіп, Илкнұр өзімнің қарындасым сияқты, бірақ ол соңғы уақыттарда кішкене бір өзгеріп жүр дейді. Өтініш оның соңынан бір аңдып көрші дейді. Бюлен келіп, мен Орханды таптым, ол сізді күтіп отыр дейді. Назиф әке дүкенін жауып, екеуі сонда бет алады. Бұлардың соңынан Наилдің адамы Зия аңдып жүреді. Тұрғыт пен Белген өздерінің жоспарларын талқылайды. Жоспар бойынша Белген Махирдің басын айналдырып алу керек еді. Тұрғыт, сен оны әлі жасай алған жоқсың ғой дейді. Сонда Махир мен Фарида екеуін соншалықты жақсы көреді ма деп Белгеннің қытығына тие бастайды. Белген жоқ, олар екеуі бірге емес дейді. Сөйтіп Тұрғыт, саған Махир, маған Фарида дейді. Белген күн өткен сайын Махир жаңа қылмыстар жасап, ертең ол түрмеге тоғытылып қалса, не істейміз деген кезде Тұрғыт, Махир ол қылмыскер, ал Фарида болса заң өкілі. Екеуінің бірге болуы еш ойға сыйымсыз дейді. Сен қорықпа, сен Махирді түрмеден алып қашып кетесің шетелге, ал маған Фарида қалады дейді. Белген мен қайтайын деп енді кетіп бара жатқанда бұл жерге Махир келеді. Сөйтіп Белген артқы есіктен шығып кетеді. Махир есікті жұлмалап теуіп жатқанда Тұрғыт та есікті ашып өтіріктен қорқып бола қалады. Не болды? Сізге не керек? Мені жайыма қалдырыңыз деп өтіріктен. Ал Махир бұны тыңдап тұрады дейсің ба? Оның желкесінен ұстап машинасына қарай алып барады. Оны жетелеп алып бара жатқанда үй қызметшілері шығып, полиция шақырамыз дегенде Махир шақырмаңдар дейді. Сөйтіп машинасына отырғызып оны алып кетеді. Назиф әке, ағаң екеуің татуласқанда, екеуің бір мақсатты көздеп бірге күресіп жатқанда мен іштей қуандым дейді. Бірақ өтініш сенен абай бол, мына жүрген адамдарың қасыңдағы өте қауіпті деп оған жөн-жосығын айтып жатады. Илкнұр Сейістің берген сақинасын алып жатқанда Сонгүл келе жатып, сақина қолынан түсіп кетеді. Сонгүл көріп, ойбай, Сейіс аға саған предложение жасады ма, екеуің енді үйленесіңдер ма дегенде, иә, ол маған үйленуге ұсыныс жасады, бірақ мен оны қабыл алмаймын дейді. Мен оны жақсы көрдім, сөнген үмітімді жалғағым келді дейді. Сонгүл, енді не болды, бақыттан басың айналып жүрген еді ғой дегенде, ол қылмыс әлемінің серкесі. Мен ағама, әкеме не деймін, не бетімді айтам, қылмыскерге ғашық болып оған үйленгім келеді ме деп айтам ба дейді. Махир Тұрғытты бір бөлмеге әкеліп қамап тастайды. Осы жерден Тұрғыт болмағанша шықпайсың дейді.
Назиба киіммен бөленіп келе жатқанда алдарынан Исмет шығып, Исмет бөленіпке пештің ескі қақпағы бар, аласың ба дейді. Сөйтіп Назиба кей, міне дүкеннің кілті, сен барып отыра тұршы деп бөленіпке айтады. Мен барып Далянмен жолығып келейін. Назиба кей өзінің ізінен аңдып жүрген Зияны байқаған еді, бірақ Зия бұдан әлі хабарсыз болады. Аднан прокурор Фаридаға келіп, сізбен Махир Тухара туралы сөйлесейін деп едім дейді. Сонгүл әпкесіне, оны сүйесің, неге одан бас тартасың дейді. Ал Илкнур болмайды деген кезде Сонгүл, неге болмайды? Орхан аға, ол кісі жаман болса қол астында істемейді ғой дейді. Ал ағам да бұл үйге оралмайды. Ол махаббат десе тау қопарып жүр. Әкемнің қанша өмірі қалды дейсің, ол да қартайды. Ал сен осы үйде жалғыз өзің қаласың ба сонда? Мен де күйеуге шығып, мен де кетермін дейді. Сен анаңнан және ұлыңнан айырылдың. Сен махаббатпен өмір сүруге лайықтысың дейді. Сонда қартайған шағыңда осы үйде жалғыз өзің қалмақсың ба деп Сонгүл әпкесіне айтып атады. Ал Илкнур болса осы сөздерден кейін ойланып қалады. Махир Тұрғытты азаптау үшін білегін сыбанып, қазір менің не істейтінімді көргенде тіпті таңғаласың деп жатады. Аднан Фаридаға, сіз полиция учаскесінде Махир Хараның жанынан шықпадыңыз дейді. Екеулеріңіз бірге жүресіздер ма дейді. Фарида жоқ деп жауап береді. Егер Махир Харамен әлгі күнге дейін қол үзбеген болсаңыз, онда сіз мына мансабыңызға, мына қызметіңізге лайық адам емессіз дейді Аднан мырза. Сіздің жоқ деген жауабыңызға мен сенбедім деп Аднан кетіп қалады. Назиба ке Далянға келіп, мен Орхан туралы уайымдап жүрмін дейді. Махир екеуінің жоспарлаған істері өте қауіпті. Ал Орхан болса қазір бір оттың ортасында отырғандай, оның бастығы қандай адам еді деген кезде Далян аға, ол бұрын жақсы адам болатын, адамгершілігі мол, бірақ екі баласы мен әйелін өлтіргеннен кейін одан адамгершілік кетті дейді. Барлығын оңды-соңды өлтіре бастады. Қазір ол қылмыс әлеміндегі ең қауіпті қылмыскерлердің бірі дейді. Яғни Орханның оған қарсы ойынға кіріскенін біліп қойса, не болады деген кезде Далян аға, ол өлсе де кешірмейді дейді. Сейіс Жүсіпке келіп, мен жаңа Нәйіл ағадан келе жатырмын, ол менімен дұрыс сөйлеспей қойды дейді. Сөйтіп Жүсіп, не болды? Мүмкін өзінің көңіл күйі болмаған шығар дегенде Сейіс, мүмкін бір шаруаны бізге айтпай жасайын деп жүрген шығар. Ол істеген шаруа бізге кері әсері тиіп кетпесін деп Жүсіп, онда біз мадемуазель Бельгиннен сұрап көрейік дейді. Махир Тұрғытты ұрып-соғып әбден қинап жатады. Бұл жерге неге қайтып келдің? Қандай жоспарың бар? Ақшаң көп, неге кетпейсің өз жөніңе деп. Бұл жерден тек полиция учаскесіне ғана барамыз, сен өзіңнің Тұрғыт екеніңді мойындайсың дегенде, анау болса, мен Тұрғыт емеспін, мен қорқытпын деп айтудан тайынбайды. Ал Махир да, қорқыт болсаң, онда қазір сені көреміз деп тоқты алып, оны тоқпен қинай бастайды. Қонақ үйден енді шығып келе жатқан Айтенді Неждет адамдарымен келіп ұрлап кетеді. Фарида Аднанның айтып кеткен заттарының бәрін Сунаға айтады. Ал Суна болса, өзін бір жек көремін, көзі бақырайып тегі деп. Ал Фарида, оның айтқаны да дұрыс. Мен Махирмен жүргенімді біліп қойса, мансабымнан айырыламын және әке-шешемнің алдында ұят болады дейді. Ал Фарида болса, осы екеуің бірге жүрсеңдер болды, айналаңның бәрі жаман адамдармен тірілген өліктер қаптап кетеді дегенде Фарида, қош Суна, келеміз емес дейді. Я, дұрыс қой деп Суна да айтып атады. Жүсіп пен Сейіс Белгин мадемуазельге келіп, бүгін Сейіс мырза Нәйіл мырзаға барған екен, ол бір түрлі көңіл күйде болып, Сейіспен сөйлеспей қойыпты. Ол бізге айтпай қандай іс тындырып жүр екен, өтініш сен біліп бересің бе? Әйтпесе біз білмей қалып сан соғып қалмайық дейді. Белгинде, әрине, егер сіздер қаласаңдар, мен біліп берейін деп машинадан түсіп кетіп қалады. Махир Тұрғытқа, енді өзіңнің Тұрғыт екеніңді мойында дейді. Өзің де қиналма, мені де қинама деп. Сол кезде Тұрғыт басын көтеріп, кейбір адамдар шеккен азаптарынан одан сайын күшті болып кетеді. Ал кейбіреулер жаны қиналған кезде адамдық қалыптан айырылады деп Махирға қарайды. Тартқан қасиетің қалай сені өзгерткенін көрмей тұрсың ба дейді Махирға, сен қатты өзгеріпсің деп. Өз басымнан өтіп жатқаннан кейін сенің өзгергеніңді
көріп отырмын, сен бір жыртқышқа айналыпсың дейді. Көзің қанталап тұр, іштегі жыртқышты сыртқа шығармасаң өзіңді жейді дейді. Бірақ адам деген сондай, біреуді өлтіргеннен кейін тағы да өлтіргісі кеп тұрады деген кезде Махир Тұрғытты бір ұрып, мені айта беруді қой, одан да бұл жерге не үшін келдің дейді. Неждет Айтенді айдалаға әкеліп, анау Жүсіппен жаттың ба, оның сенде не шаруасы бар деп айтып қоймайды. Айтенді, я жаттым, сенің не шаруаң бар, енді білдің, кете бер дегенде, Неждет болса, ойбай, сен біздің махаббатымызға зиян келтірдің ғой деген кезде Айтен, қайдағы махаббат, мен сенің кесіріңнен баламнан айырылдым дейді. Ал сен болса, ол кезде 2 қабат әйелмен неке қидырып жатқансың, менің басымды қатырма деп Неждетке айқайлайды. Ал Неждет болса, онда сені Тұрғыттан Жүсібің құтқарсын дегенде Айтен есінен танып қала жаздайды.